Бисмиллахи валхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулилля. Құрбандыққа келетін болсақ, бұл шариғатта құрбандық шалу, түйе, сиыр, қой және ешкі, осы төрт түліктен, төрт мал түрінен Аллахқа жақындау мақсатында құрбандық шалынатын құлшылықтың түрі. Енді жалпы Абу Ханифа мазхабы бойынша құрбандық шалу ол уәжіп болып табылады. Фасалли ли роббика ванхар. Раббың үшін намаз оқы және ванхар, құлшылық жаса дейді. Сол сияқты басқа мазхабтарда бұл құрбандық шалу мұстахаб амал болып есептеледі. Мұстахаб амал, яғни істесең сауап, істесең жақсырақ, істесең сауабыңды аласың, істемесең күнә алмайсың. Пайғамбар саллаллаху алейхи екі ала мүйізді қошқарды өзінің екі қолымен құрбандыққа шалған. Құрбандыққа шалып, уасамма ва каббару дейді, бисмилля, аллаху акбар деп, екі қошқарды өзінің қолымен бауыздап құрбандыққа шалған. Енді жалпы құрбандық шалудың шарттары бар. Біріншісі ол адам баласының ислам дінінде болуы, мұсылман болуы. Екінші шарты бұл балағат жасқа жетуі және ақыл естінің дұрыс болуы. Үшіншісі ал-истатаа, яғни құрбандық шалатын адамның соған шамасының келуі, мүмкіндігінің болуы. Яғни бұл материалдық тұрғыдан. Жоғарыда айттық, төрт малдың түрінен құрбандық шалынады дедік. Енді біріншісі енді неге келетін болсақ, түйеге келетін болсақ, біріншіден түйе 5 жасқа толып 6 жасқа қараған түйе болу керек. Сол сияқты сиыр 2 жасқа толып 3 жасқа қараған сиыр малынан болу керек. Қой толық 1 жасқа толып 2 жасқа қараған қой болу керек. Сол сияқты ешкі 1 жасқа толып 2 жасқа қараған ешкі малынан болу керек. Ал енді сол сияқты кім қиындық тапса, кімнің жағдайы болмаса, бірақ құрбандық шалғысы келсе, құрбандық шалым десе, қойға байланысты 6 айлық қой малынан құрбандық шалуға рұқсат етілген. 6 айлық қойдан құрбандық шалуға рұқсат етілген. Сол сияқты сұрақ туындайды. Егер мен қарызға алып осы құрбандық шалуыма бола ма деп, біз не дейміз? Иә, құрбандықты қарызға алып шалуға болады, егер оған қайтара алатын мүмкіндігі болса. Бірақ біз не дедік? Мұстахаб, істесе жақсырақ, құрбандық шалса жақсырақ. Егер шамасы келмесе, құрбандық шалмауға болады, егер мұстахаб деген жолды ұстанатын болсақ. Бірақ біз не дедік? Жоғарыда Абу Ханифа мазхабы бойынша құрбандық шалу уәжіп. Енді сол сияқты сұрақ туындайды. Түйе малына, сиыр малына байланысты міндетті түрде 7 адам болу керек па? Немесе одан аз адам болса бола ма? Мысалға 3 адам бірігіп бір сиырды сойылуға, құрбандық шалуға бола ма? 4 адам, 5 адам, 6 адам, 2 адам. Сиыр мен түйеге байланысты маңыздысы 7 адамнан аспаса болды. 2 адам, 3 адам, 5 адам, 4 адам қосылып соя берсе болады, құрбандық шалса болады. Сол сияқты бірақ мынау қой мен ешкіде міндетті түрде бір адам өзі үшін және өзінің отбасы үшін не істейді? Құрбандық шалады. Негізгі 4 айып бар. Құрбандық шалынатын малда сол 4 айып болмау керек. Біріншісі ол не? Біріншісі соқыр болмау керек. Екіншісі бұл ауру мал болмау керек. Үшінші бұл ақсақ мал болмау керек. Сол сияқты төртіншісі бұл арық азған мал болмау керек. Негізгі осы 4 айып құрбандыққа шалынатын малдың бойынан табылмау керек. Малдың бойынан табылмау керек. Сол сияқты қосымша нақыстар бар, қосымша айыптар болады. Мысалға тісінің болмауы деген сияқты. Немесе жаңағындай тамақ жеуі малдың бір әлсіздігі болуы денесіндегі. Соның бәріне қосымша айыпқа кіреді. Сол сияқты құлағының кесілуі деген сияқты қосымша айыптар бар, солар да болмау керек. Енді сұрақ туындайды. Бізде көбінесе мал шаруашылығымен айналысатын кісілер не істейді? Белгі қояды, немесе құлақтарын кеседі. Бұл жерде ескеретін мәселе, егер құлағы жартысынан көбі құлағы болмаса, кесілсе, ол мал құрбандыққа жарамайды. Жартысынан көбі жоқ болса, құлағының, ол құрбандыққа жарамайды. Сол сияқты мысалға құлағы кесіледі, бірақ жартысынан көбі бар құлағының. Немесе жаңағы номер қойылынады, құлағына белгілі бір сандар қойылатын белгі болады, пластмастан жасалған.
солар болса бола ма деген сұрақ туындайды. Біз не дейміз? Олар болса болады, құлағы кесілсе болады, және нөмірі болса құлағында тесілген, ол малдарды құрбандық шалуға рұқсат еткен, бірақ бұлар мәкрух болып есептеледі. Бастысы құлағының жартысынан көп болу керек. Сол сияқты енді бізде көбінесе көп етек жайған нәрсе, бізде көбінесе не істейміз? Қасапшыға сойдыртамыз, қасапшыға жіліктетеміз малды, өзіміз құрбандық шалғаннан кейін. Бұл жерде маңызды нәрсе бар. Қасапшыға сол сойылған, құрбандық шалынған малдың бір бөлігі оның ақысы ретінде берілмеу керек. Неге? Аллах тағалаға арналған нәрсе толығымен арналу керек. Сол сияқты құрбандық шалынған малдың терісі сатылмау керек. Оны садақа ретінде мұқтаж жандарға беруге болады. Бірақ егер ол сатпаса, құрбандық шалған адам өзінің пайдасы үшін оны не істейді? Елеп, тері ретінде оны қолданса болады. Бастысы сатпау керек, немесе садақа жасайды. Сонымен мұқтаж жандарға беруіне болады. Енді тағы да бір маңызды мәселе. Егер қасапшы адам кедейлерден болса, мұқтаждардан болса, малды сойып жіліктеп болғаннан кейін оған хадия ретінде, сыйлық ретінде жаңағы сойылған малдың бір бөлігін, етін оған хадия ретінде беруіне болады. Бірақ ең әуел баста мен саған соны берем деп екеуі шарттаспау керек. Ол жаңағы қасапшы адам оны білмеу керек. Егер ол мұқтаждардан болса, оны хадия ретінде беруге болады. Бірақ не дедік? Жалпы сойылған малдың, құрбандыққа шалынған малдың еті қасапшыға ақы ретінде, оның ақысы ретінде оның бір бөлігі берілмеу керек, тыйым салынады. Әлбетте қасапшының ақысы беріледі, бірақ беруге болады. Бірақ осы сойылған малдан болмау керек, маңыздысы осы. Енді келесі мәселе бұл құрбандық шалудың уақыты. Бізде де көп мынау адамдардың білмейтін мәселесі уақытқа байланысты. Көбісі білмей жатады. Құрбандық шалыну бұл айт намазынан кейін болатын құлшылық. Айт намазынан кейін егер сойылып қойса, пайғамбар салам айтады, ол өзінің отбасына бір ұсынған, берген ет секілді дейді. Ол құрбандық емес дейді, яғни құрбандық емес деген сөз. Маңыздысы құрбандық бұл айт намазынан кейін болу керек. Айт намазынан кейін болу керек. Енді айт намазының уақыты қандай деген сұрақ туындайды. Айт намазының уақыты дәл пара-пар духа намазының уақыты сияқты. Духа намазының уақыты қай уақытта кіреді? Айт намазында уақыты сол уақытта кіреді. Енді келесі сұрақ. Духа намазы уақыты қандай? Духа намазының уақыты күн шыққаннан кейін 20-25 минуттен кейін не істейді? Күн ұясынан көтерілгеннен кейін 20-25 минуттан кейін духа намазының уақыты кіреді. Жалпы 15 минут деген де бар, 20 минут деген де бар. Біз не дейміз? Жалпы тиянақтылық білдіріп 20 минут немесе 25 минуттен кейін духа намазын, айт намазын уақыты деп есептеп алсақ, одан кейін хутба, 2 хутба оқылады айт намазынан кейін, бәрімізге белгілі. Енді биыл біздің жағдайымызды ерекшелігімізге байланысты айт намазы оқылмауы мүмкін, ықтималдығы бар. Сондықтан осы уақытты есептеп, ескере отырып, содан кейін не істейміз? Құрбандығымызды шаламыз. Жалпы құрбандық бұл Зіл-Хиджа айының 10-ші күні басталады. Және 11-ші, 12-ші, 13-ші күндерді осы жалпы 4 күні айт құрбан шалуға болады. Осы 4 күнде құрбан шалуға болады. Енді құрбандық шалғаннан кейін оны не істейміз? Құрбандық шалғаннан кейін әлбетте Аллаға шүкір оның етін жейміз, мерекемізді тойлаймыз. Оның 3-тен 1 бөлігін туыстарымызға, туған туыстарымызға, көрші-көлем, жора жолдастарымызды шақырып, оның етін асып беруге болады. Сол сияқты 3-тен 1 бөлігін кедей-кепшіктерге, мұқтаж жандарға садақа ретінде берген мұстахаб болып есептеледі. Сол сияқты қалған етті сақтауға болады. Құрбандықтан қалған етті сақтауға болады. Пайғамбар ең әуелгі басында 3 күннен артық сақтауға тыйым салынған. Содан кейін бірақ не істеді? Рұқсат берді. Қалған етті сақтап оны пайдалануға болады. Сол сияқты құрбандық шалатын адам не істемеу керек? Құрбандыққа шалуға ниет еткен адам не істемеу керек? Зіл-Хиджа айының 1-ші күнінен бастап құрбандыққа ниет еткен адам тырнағын және шашын алмау керек. Сол сияқты басқа риуаятта келгендей, ол өзінің терісіндегі
еш нәрсеге тиіспеу керек. Өзінің терісінде бір жарасының беті болса, немесе терісінің бір бөлігі түсейін деп тұрса, оларды не істеу керек? Жұлмауы керек. Оларды жұлмауы керек. Жалпы ол қысқаша құрбандыққа байланысты. Аллаху тағала алам.